Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте жұмсақ, дәмді болып шығатын нан рецептімен бөлісемін. Алдымен YouTube арнама тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар тұз, қант, қамыр ашытқы мен қопсытқыш. Және де ыдысымызға жылы су, сүт салып, тұз бен қант салып, жақсылап араластырып, үстіне 2 ас қасықтың көмегімен майонез салып, осылай араластырып аламыз. Оның үстіне ұн салып, қамыр ашытқы мен қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық, осылай жақсылап илеп, ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1 немесе 2 сағаттың көлемінде қойып қоямыз. Менде балғын қамыр ашытқы болды, сол себептен менде қамыр 1 сағатта ашып шықты. Мен үстін қайтып басып, илеп қойдым. Осылай қамырымызды әдемілеп формаларға бөліп, дөңгелектеп, бетін тағы 10-15 минутқа жауып қалдырамыз. Формамыздың бетіне пергамент салып, нандарымызды осылай саусақтардың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Және де үстіне осылай жұмыртқаны жағып, біркелкі етіп барлық жеріне бірдей жағып шығамыз. Ол сіздің наныңыздың әдемі болып жылтырап қызарып пісуіне өте көп әсері бар.